Қасиетті қазақ халқының салт дәстүрлері өте көп. Соның ішінде қазіргі жастар біле бермейтін салт дәстүрді жаңғырту мақсатында бүгінгі біздің таныстыратын дәстүріміз ит көйлек. Ит көйлек деп сәбидің қырқынан шығарылғанша киген көйлегін айтады. Сәбидің денесіне батпауы үшін тігісі сыртына қаратылып, жүрмелеп іліп қана тігіледі. Кейде ит көйлекті көп жасаған адамның киімінің қалдығынан да тіккен болады. Етегін, шеттерін бүкпей, кең, мол, үлкен етіп тігуі нәрестенің жақсы өсіп, жасының ұзақ болуын тілеуден туған. Бала қырқынан шығарылар күні осы уақытқа дейін киген ит көйлегіне түрлі тәтті дәмділер түйеді де, бір иттің мойнына байлап жібереді. Оны ауыл балалары қуып жетіп, ит көйлекке түйілген тәттілерді бөліп алады да, ит көйлекті иесіне қайта тапсырады. Бұл ғұрып ит қуу деп те аталады. Мәні сәбидің пәле жаласынан 40 жаны бар хайуан ит өзіме бірге алып кетеді деп сенген. Ит көйлек атының шығуы оның иттің мойнына байлағанында емес, халық итті 7 қазынаның бірі деп бағалауында жатыр. Сонымен бірге баламыз көп болсын деп қиындыққа берік болсын деген ырым бар. Шатты үй санатты байдан атты